Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Әйтеніп бұрынғы елінің үстінен полицияға арыз жазған. Не болды? Астана полициясына Шымкенттің бұрынғы әкімі Марат Әйтеновтің ағасынан оның бұрынғы жұбайы Дана Әтешеваға қатысты арыз түсті. Арызда Әтешеваның оның денесін жарақаттағаны айтылған. Қылмыстық іс қозғалды. Көрсетілген факттерді тексеру үшін қылмыстық іс қозғалды. Осы іс шеңберінде жарақаттардың бар жоғын және дәрежесін анықтау үшін қажетті сараптама тағайындалды. Сондай-ақ барлық жағдайы анықтау үшін тергеу әрекеттері жүргізіледі. Астана қаласы әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Шымкенттің бұрынғы әкімі Марат Әйтеновтің ағасына қатысты іс қаралды. Іс материалдарына сәйкес Марат Әйтенов үйде отбасылық жанжал кезінде бұрынғы жұбайы Дана Әтешеваға дөрекі сөздер айтып, оның ар-намысы мен қадір-қасиетін қорлаған. Нәтижесінде Шымкенттің экс-әкімінің ағасына 5 тәулік қамау жазасы тағайындалды. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.